Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге дакриоцистит туралы айтпақшымын. Жалпы дакриоцистит дегеніміз жаңа туған нәрестелерде кездесетін көз жас каналының туа пайда болған бітелуі. Көз жас каналының қажет екенін мына суреттен көре аласыздар. Ол не себептен болады? Бала анасының ішінде жатқан кезде көз жас каналы эмбриональды қабықпен, яғни жұқа пленкамен жабық болады. Шыр етіп дүниеге келген кезде ол қабық жарылуы керек. Ал кейбір балаларда жарылмай қалады. Соның себебінен баланың көзінің жасаурауы және көзінің әр ұйықтап тұрған сайын іріңдеп, аша алмауы, осындай симптомдар пайда болады. Міне, бұл дакриоциститтің белгісі. Яғни осы белгілерді егер балаңызды байқадыңыз ба, педиатрға барыңыз немесе окулистке барғаныңыз абзал. Өйткені бұны дер кезінде емдемесе асқынып кетуі мүмкін. Яғни бұл кезде не істеу керек? Дакриоцистит кезде ең бірінші көмектесетін массаж. Яғни ол бір жақты болуы мүмкін, ал кейде екі жақты болуы мүмкін. Яғни бір көзде немесе екі көзде. Бұл кезде массаж жасаған кезде қолымызды сұқ-сұқ болсын, бас бармақ болсын, баланың жаңағы көз жас каналының үстіне қоямыз, яғни мына жерде орналасқан. Соны жоғары қарай итеріп, яғни орташа күшпен жоғары қарай итереміз. Осы кезде жаңағы көз жас каналында тұрған эмбриональды қабықты жарамыз. Сол арқылы соны емдей аламыз, дакриоциститті. Яғни бұл қимылдарды күніне 5 реттен 10 ретке жасасаңыздар болады. Сонда эффективтілігі жақсы болады. Және бұл кезде антибактериалды тамшыларды тамызуды ұмытпаңыздар. Өйткені баланың көзі іріңдеп жатқаннан кейін антибактериалды тамшылар керек болады. Және де баланың көзін сүрткен кезде сырттан ішке қарай сүртеміз. Және де әр көзі әртүрлі мақтамен сүрткендеріңіз абзал. Және де кейбір балаларда бұл массаждан жақсы әсер болмайды. Сол кезде балаларға зондтау ұсынылады. Яғни оны арнайы окулист маманы жасайды. Егер де бұл дакриоциститті дер кезінде емдемесеңіздер, онда асқынуға алып келуі мүмкін. Яғни осы жергілікті жердегі тері асты бұлшық фасциялардың флегмонасына, яғни іріңдеуіне алып келеді. Сондықтан да кез келген ауруды өз кезегінде емдеп алғандарыңыз абзал.